Сапа менікі, ешкім таласпасын. Менікі. Бүгін мен тауға өз күшіммен шықтым. Кім өзі шықпады ғой дейсің? Қалжырағанымды айтпа. Біз төсек орынды жайғастырып алайық. Қозғалалар емеспін. Телефонды көтер, фың-жин-жіндікі. Көтермесең арты жақсы болмайды. Данан, тез телефонды көтер. Ерен базардан саған жеңілдіктері болатын болды. Сөзді қысқарт, сенің 5 миллиард қарызыңды қузап жатқан шығар. Өзің көтер телефонды. Дұрыс, қарс. Тез көтер телефонды. Уақыт алмай. Құдайым-ай, маза бермеді ғой. Қазір. Уәй. Ләуи. Не түсінбедім? Қайталап айтшы. Халықаралық сұлулар байқауы? Сенде билет бар ма? Сағат қаншада? Жақсы, түсіндім. Алаңсыз бол. Мен Сүнчаң Данандармен бірге емеспін. Сенде бір. Қалай болғанда да мен саған алғыс айтам. Маған машина сататын жұмысты таныстырып, тығырықтан шығар жол тауып бердің. Бірақ та отты қағаз қоршап тұра алмайтыны сияқты, фың-жин-жин сезіктеніп жүрген сияқты. Болды, мұны айтпайықшы. Мұны айтсақ, мен жынданам. Жарайды, маңызды мәселе өшейік. Дананың мынасын ертең не істейміз? Бәйбіше. Не болды? Ұйықтап жатырмын ғой. Бәйбіше, бірер істі өзіңмен ақылдасайын деп едім. Ертең жұмыстан түскен соң, біздегі бас қосуға бірге барсақ. Уақытым жоқ. Ертең жиналсын бар. Болмайды. Бұл сенің жиналысының да маңызды. Бұл Сүйжін екеуміздің жоспарымыз. Дананды қалдыруға тікелей қатысты. Сен ойлашы, Дананның қу екенін білесің ғой. Сенің келмегеніңді білсе, ол әрине мені мазақтайды. Сүнчаң. Иә. Өз жұмыстарыңды реттесеңші. Елдің ісіне араласатын қайдағы уақыт. Сен де қайдағыны айтып. Менде қайдағы былыққан жұмыс. Қараш, жұмысым табысты, отбасым бақытты. Солай емес пе, бәйбіше? Солай ма? Иә. Ертең барасың ғой, иә? Ертең сөйлесейікші. Бүгінгі бас қосу маңыздысы Дананды қалаға көндіру, алып қалу. Меніңше ол жақта бір орта алмастырып, өзін дамытуды ойлаған ойда жақсы ғой. Тек өзі көңілді болса болған, ал мен болсам Франциядан қайтып келдім. Көңілді жүрмін ғой, солай емес пе? Біраздан соң істе, бұлай айтушы болма. Сен осылай айтсаң, ол өзіндікін дұрыс санайды. Ол алғашында Хананға баратын болған. Енді сенің айтқаныңды естіп Голландияға кетіп қалмасын. Әрине олай айтпайым. Тек өз көз қарасым ғой. Шындығында менің оралғаным қандай жақсы. Әйтпесе, сені жолықтырылмас едім ғой. Солай емес пе? Тек мен жалғыз ғана емес шығармын. Бүгін кеште өзіңе мықты бол. Данан шарапты жақсы көтереді. Оқасы жоқ. Біз оның сілесін қатырамас қыламыз. Сосын айтқанымызға көндіреміз. Бірақ ол есін жиған соң өкініп қалмай ма? Оны да көреміз. Иә. Жалпы бұл адам біраз қырыс болғанмен сенуге болады. Оған сенуге болады. Біраздан бері осы дәмханаға келейін деп жүр едім. Өткенде тамаққа тоймай қалғам. Сендер дастархан жайған соң тоя бір сілтейін. Екеуің нағыз ер азаматсыңдар. Шәутен қайда? Тазалық бөлмесінде. Қандай тамаққа тапсырыс бердіңдер? Бәрі сен сүйіп жейтін тамақтар. Әй, Жин-Жин, жақыннан бері Сүнчаңмен қалайсың? Жақсы. Жақсы. Несі жақсы? Көрер көзге бәрі жақсы. Күні бүгінге дейін күтіп келемін. Ол әлі маған жұмыстан кеткен туралы тіс жарған жоқ.
Сендер әлі ашық сөйлеспедіңдер ме? Сен бәрін білесің бе? Естуімше Сунчаның бұл істе сенен жасырғанымен іште қатты күйзеліп жүр екен. Танынмаған құпиялықты Қайдағы құпиялық? Мен әлде қашан біліп алғам. Оның машина сатқалы кеткенін сінде білемін. Мен оған бір рет орай бергем, бірақ жалған намыстына тырысып өлсе де мойындар емес. Меніңше ол іштей тынып, азаптанып жүр. Оған сол керек. Қандай жамансың? Маған біраз берші. Даннан алдында бұл туралы ауыз ашпаған, сонда қалай? Аяқ асты кететін болды? Мен соны түсінбедім. Айтпа, мен де ештеңе байқамаппын. Сендер айтыңдаршы, ол осы жасқа келгенде неге ойына келгенін істейді? Екі қызымнан артық алаңдатады, айтарға сөзім жоқ. Бәрі айтады, қыздардың тілін табу қиын деп. Менің қарауымша, ана үшеуінің тілін табу бізден қиын сияқты. Сүйжін екеуінің араларыңда бірдеңе болған ау шамасы? Ештеңе болмады. Оның іште не ойлайтынын білмей ақ қойдым. Күндердің күні түсіне жатармыз. Оның түсінбегені дұрыс қой. Мен түсіне алмадым. Ешкім де түсіне алмайды. Болды. Жей бермеш. Біз сені мұнда шақырып келгенде тек тамақ ішу үшін емес. Сұң мырзаны бұл қаладан кетуін тоқтатуға ашқан жиналысымыз қазір ашық деп жариялаймыз. Меніңше сенің бұл талғамың шынымен ақылға қонымсыз. Біз саған не үшін мұнда қалуың керектігін қазір айтып береміз. Сен алдымен айт. Мен? Иә. Онда мен алдымен айтайын. Сен басқа қалаға барам дейсің. Сен ол жақтан өзіңе лайықты жұмыс таптың ба? Егер дұрыс жұмыс таба алмасаң, тағы да сәтсіздікке ұрынасың. Жұмысты қоя тұршы. Ең әуелі бала тәрбиесі туралы айтайық. Бала тек үлкен қалада өмір сүргенде ғана жақсы тәрбие ала алады. Иә. Егер балаға ықпалы тисе, олардың болашағы не болмақ? Иә. Дұрыс-ау, балада бір жағынан. Сен менің әке-шешемді ойлап көрдің бе? Олардың жасы бір жерге келді. Бізге қалай бейімделе алсын? Күтпеген жағдай туылса қалай істейміз? істейміз? Бұларды қажет жоқ. Сен ойлап көр, қуырдақ, қақталған тауық, бумен пысқан қой еті. Сенің ол жеріңде осының бәрі бар дейсің бе? Жегің келсе, не істейсің? Тағы сен ол жаққа барғанда бұл жақтағыдай жағдай болмаса қайтер едің? Айтшы. Иә. Бізде ол жақта емеспіз. Жалғыз қиналып қалсаң қайтесің? Жабырқасаң, жалқысаң, биік қабат үйден секірем десең, мынандай биік үйлер таппайсың. Ұзын сөздің қысқасы, үлкен қала болсын, кіші қала болсын, сен үшін айырмашылық жоқ. Сол емес пе? Дұрыс айтады Данан. Мысалы, мені алып айтсақ. Мен кезінде қызыл арақ сататынымын. Қазір мәшіне сатып жүрмін, ешқандай айырмасы жоқ, бәрі бірдей. Менің айтпағым, арақ сату мен мәшіне сату бәрі бір нарық. Мән айырмасы жоқ. Иә, бәрі бір нарықта. Жалғасты айта бер. Нені айтам бәйбіше? Мен бәрін айтып болдым. Сенің сұрағаның жаңаға мәшіне сату туралы іс пе? Мен жаңылып қалыппын. Біраз күн бұрын мен әлгі мәшіне сататын 4S-тің магазиніне бармадым ба? Әлгі айтпақшы, мен бір жақсы хабар естідім. Өте тиімді, өте жақсы. Тағы не айтасың? Тағы болды. Үйреніп болған соң өзімнің де өзгеге қажет екенімді сезіндім. Нәтижесінде қызыл шараптың саудасы жақсы болды. Айтпақшы, мен жол директоры хабарласайыншы, маған үстемақы төлесін. Сенің хабарласпақшы болғаның сені жұмыстан шығарып жіберген жол директор ма? Бәйбіше, не айтып кеттің? Қайдағы жұмыстан шығарған түсінбедім. Сунчан, осы уақытқа дейін мені алдап келдің. Мен не деп кімді алдадым? Жеңжең, Сунчанның саған айтпағаны сен алаңдап қалмасын деген шығар. Иә, ер адамның өзіне тән сыры болу керек. Дұрыс, сыры болу керек. Дұрыс айтасың. Жеңжең. Жеңжең, сен қате түсінбе. Тоқташы, мен саған түсіндірейін. Рахмет, сендерге, өздерің отыра беріңдер. Сенің бұл не істегенің? Қайдағы сыр? Отқа май құйып екеуің шағыстырдың да қойдың. Мен ештеңені қате айтпадым. Жеңжең, қате айтпадым. Сен қате айтпадым дейсің. Сеніңше екі адам бір-біріне адал болуға тиісті емес пе? Меніңше кейбір сөздерді айтқанмен сезімге көмек жоқ, керісінше әуре тауып береді. Айтудың қажеті жоқ. Түсінесің бе? Егер екеуінің біреуі қызғанып тұрса, сонда да сырын сақтап қалу керек пе?
Жағдайды көрмедің бе? Ушығып барады, тезірек кетейік. Неге кеттің, қайда барасың? Үйге. Сенің бұл істегенің достарың сен үшін дастархан жайып отырса? Білем, олардың мен үшін дастархан жайғанын, сонда да тезірек кетейік. Олар ұрысып қалды. Енді кетпесек түннің 1:30-на дейін осында жүреміз. Оның үстіне маған ақыл айтып несі бар? Менің шешімім сондай, сенімсіз бе? Әрине ақылға қонбайды. Күнделікті мені алдағаныңнан да сенімсіз. Мені қақсатқанды қашан қоясың? Болды, ештеңе айтпа. Мың ойланып бір толғанғандағы шешіміме неге бәрің қарсысыңдар? Ішке кір, мен саған түсіндірейін. Бәйбіше, бүгін біз Дананың жұмысы үшін жиналдық. Екеуміз үйге барған соң әңгімелесейікші. Сен басқаларды айта берме. Қай күні 4-5 магазиннен әлгі әйел екеуіңді өз көзіммен көрдім. Олай емес, ол күні әлгі машина сатушы дүкенде болмады. Әлгі әйел мені сатушы екен деп қалды. Мен машина туралы шамалы білем ғой. Мен оған жай ғана түсіндірдім. Сен менен алыса тұрып қате түсініп қалған шығарсың. Сен сонда машина сатпадың ба? Жоқ. Әлі сол қызыл шарап сатып жүрсің бе? Иә. Қазір менің көзімше Жо директорға қоңырау шал. Дәл қазір. Құдайым-ау, түннің 1:30-да жұрттың бәрі ұйықтап қалды ғой. Болды, мен қоңырау соғайын. Жо директор. Болды. Қоңырау соқпай-ақ қой. Сен жұмыстан кеткеннен кейін көп уақыт өтпей Жо директор маған хабарласты. Бұл сымпайы. Өзгелер үшін өзін құрбан етті деп. Мен саған өте кешірімшіл екем. Сенің өтірік айтуыңа жол ашып бердім. Олай емес, бердім. бәйбіше, сен менің түсіндіруімді тыңда. Бұл сен ойлағандай емес. Бәйбіше, олай істемеш. Сонша, сен шарап сатсаң да, сатпасаң да мейлі. Машина сатсаң да мейлі. Маған келер кетер жоқ. Сен жұмыссыз қалсаң да мейлі. Бірақ мен сенің бір жұмысты бастан аяғына дейін алып шығуыңды тілеймін. Менің қызыл шарапты да, машинаны да сатқым келмейді. Мен саған өзім ұнататын кәсіппен шұғылданып отбасымды асырайтын, басқалардың алдында сенің бетіңді түсірмейтін күйеуіңнің кім екенін дәлелдегім келеді. Түсінемісің? Бар болғаны сол. Мен сені бетімді түсірді деп ойламаймын. Ер адамның ең басты істемейтін ісі ол қызғанбау. Бірақ қазір басқа біреу саған сөз салып жүр, ал сенің жүрегіңде тек мен ғана. Бұған мен дән ризамын. Сол себепті сен көп ойлама. Концертке кіммен барың келсе сонымен бара бер. Әсілі, сен концерттің ісіне бола менен қызғанып отыр екенсің ғой. Бәсе, бүгін бір күн басқашасың. Менің көңілсіз екенім рас, бірақ ол Леодан қызғанғаным емес. Менің тек ойлағаным, жігітің бола тұра концертке ертіп бара алмасам, жарамсыздығымнан ғой. Солай емес пе? Сен шынымен солай ойлайсың ба? Осындай қателікті кезінде бір рет өткізгем. Соны қайталап енді сенен айырылғым келмейді. Бұл Леоның маған ұсынған концерт билеті. Иә, сол күні шынымен концертке бардым. Бірақ ол билеті әкем тарту еткен. Мен Чинтоңмен бірге бардым. Сол себепті үйде болмаған екенсің ғой. Сен мені іздедің бе? Біз көршіміз ғой. Сен өзі не істеп жүрсің? Еркекпін ғой енді. Өздеріңе тән сырларың болу керек, иә? Ең бастысы ниет дұрыс болсын. Қараш, бүгінгі дастархан не болды? Қысқасы, кім-кімге жиналыс ашқан бұл дөз? Сүйшін, Данан жараланып қалды. Ойбай, қозғама. Аяғыңды қозғауға келе ме? Ақырын қозғап көрші. Ей, қозғай алмадым, ауырып кетті. Мүлдем келмейді екен. Қатты ауырады. Сүйегі сынған сияқты. Сүйек сынған?
Сен қозғай алмасаң, әрине, сүйексің ға. Чаутиңдар көмекке адам шақырғалы кетті ме? Жоқ, бұл жаяу жүргіншілер жолы. Олар машина тауып келгенше 1 сағат кетеді. Енді не істейміз? Кел көтерейік. Екеуің де мені қозғай алмайсыңдар. 1, 2, Ойбай, құдайым-ай. кеттік. Қане, амал жоқ, иыққа көтерейік. Екеуің абайлаңдар. 1, 2 кеттік. Ай, ақырын. Кеттік, ақырын абайлайық. Қане. Ойбай. Қане. Ойбай. Белі зақымдалған. Тиісті емдер қабылданды. 1-2 күн ауыр қимылдар жасама. Жақсы ма? Рахмет, дәрігер. Ойбай, жанымды шығарды ғой. Сен қалай сонша ауыр жарақаттанғансың? Мен саған ескертейін. Енді салмағыңды таста. Иә, арықтайын. Сен жаңа біраз күшемедің бе? Мұна 200 қанша кило салмақ менің үстіме түсті. Менің иығыма сүйен десем, ол мойныма бірақ шықты. Кешіріңіздер. Мені де мына халге түсір. Кешіріңіздер, бұлай боларын ойламаппын. Қозғама мені. Бағана аяғын сып кетіп еді, қазір жүре аласың ба? Мен қазір... Оның қай жері сіген, мұның бәрі май ғой. Жоқ, ойбай, шынымен ауырады. Сен әбігерге салындық қой, демалайық. Сіздер алдымен жүре беріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Онда біз алдымен жүре берейік, сау болыңдар. Жақсы. Ауырып тұрма? Ауырғанда жанымды шығарып барады. Ауырса жақсы болыпты. Ойбай, қалжыңдадым ғой. Неге мәз боп отырсың? Бұл екеу өте қызық екен. Құлыным, күле ғой қане. Екеуінің тентектігінің өзі тәтті ғой. Өзіңнен аумайды. Айтпақшы, ана газетті қараш. Жағымсыз хабар бар екен. Не болды? 2 деңгейлі қаланың үйдің заттың бағасы қымбаттайды екен. Үй бағасы қымбаттаса мейлі. Бензин бағасы да қымбаттап кетіпті. 2 деңгейлі қалада таксимен жүрсең 8 юаннан басталады. Бұған тағы газды қоспағанда. Оның үстіне тұрмысқа қажетті көкөніс, көктат аласың. Бәрі бұл жердегіден қымбат болмақ. Мен басында саған ескерттім ғой. Бітті. Біздің көшу жоспарымыз күшін жоятын болды. Әй, сен ойланып болдың ба? Жоқ әлде мына нарықтың қымбаттауынан ойыңды өзгерттің бе? Нарық қымбаттады ғой. О, Сен айтшы, біздің кішкене қаланы талдауымыз сол арзан тұрмыстың қамы емес пе? Қазір бұл жерден қымбаттап кетсе, онда бізге ол жақта не бар? сонда сенде мүлде басқа себеп болмады ма? Жоқ. Ана екеуі маған тыныштық бермейді. Сен ойлаш, ана Сүйчаң өз тұрмысын өздері реттей алмайды. Мен кетсем, ол екеуіне қандай күн туады десеш? Және де сен қимайтындай басқа ештеңе жоқ па? Айтшы ғане. Басеке, қайырлы таң. Бүгін көңіл күйіңіз жақсы ғой? Басеке Жыңфың бірлестігімен 500 миллиондық сауда тоқтамына келісіп болдық. Мен өзім қарап болған соң материалдарды сізге жіберем. Жарай ма? Жақсы. 500 миллион. Иә, қате естімедің. Басеке, сіз рекорд жараттыңыз. Біздің бөлімнің кәсіби нәтижесін жаңарттыңыз. Әй, бұл жобаны Басекеңмен чан-чан, әрине менің де еңбегімсің да. Осыны ұмытпа. Алаңсыз болыңдар. Сыйлық ақша бар. Біздің бөлімнің ешқайсысы құралақан қалмайды. Басеке, Тяңшыңнан мәселе шықты. Не болып қалды? Тяңшың 2 ай болды әлі қарыз қайтармады. Қазір қожайыны хытыңнан да хабарсыз қалдық. Жоғарыға мәлімдедіңдер ме? Жоқ әлі. Сізбен ақылдасып алуды шештім. Алдында тексерісте ешбір мәселе байқалмаған. Оның үстіне алдыңғы бірнеше айда уақытылы қарызын қайтарып тұрды. Істің бұл дәрежеге жетерін ойламаппын. Тяңшыңның мәселесі жақында ғана болған іс емес. Біз қарап көреміз. Жақсы. Әй, жең. Әй. Сен мені қалқан қылдың. Лео мені жек көріп қалатын болды ғой. Олай болмайды. Сүйшін маған риза болатын болды. Соны айтам.
Енді келдің бе? Кеше сендердің серіктіктен келер маусымның сауда жоспарын тапсырып алдым. Бұл біздің осы жұмысқа орналастырған үстеме жұмыс кестесі. Қаржы бөлімдеріне тапсырарсың. Оған айта бар Уаң Шаншан бұл жобаның жетекшісі. Жарай ма? Шаншан жобаның жетекшісі болады. Қандай қызғаншақ еді? Құдайым-ау, қызым-ай, сен тағы жаялығыңды бұлғапсың ғой. Мұны не істейміз? Не істейміз? Менің қолымда химиялық дәрісіз таза өнім жақсы әке сабыны бар. Тамақты көп ішпесең де, әпекеңе қарағанда сен көп бұлғайтын болып жүрсің. Сүйчаң, ұра берме, бара жатырмын. Ақырын, қызым ұйықтап жатыр ғой. Қызыңның жаялықтарын жуып жатырсың ба? Қызыңның жаялықтарын жуып жатырсың ба? Ұйқысы тәтті екен. Сен қандай сабыны істетіп отырсың? Жақсы әке деген. Залалсыз өнім. Жың-жың де маған осыны айтып еді. Иә, жақсы әке, өте жақсы. Кірді де жақсы кетіреді, қолға да залал келтірмейді. Данан, сен осылай бала бағып үйде отыруға ризасың ба? Ойбай, бала бағып үйде тұрғанды сенен сұраса болады. Сен де жарты жыл отырмадың ба? Күлет тағы. Не болды? Жалғасты жұмыс іздейсің бе? Іздемегенде не істеймін? Сен мені бағасың ба? Мен сені бағып шыдайым ба? Қазір өзімді өзім асырай алмай жүрмін. Байқасам солай сияқты. Иә, Бордақ. Мен бүгін бірер іс туралы сенімен ақылдасайын деп келдім. Саған не болды? Жайшылық па? Меніңше біз кәсіп ашайық. Кәсіп ашайық? Сен 80-ші жылдарда жүрсің бе? Шынымен? Кәсіп жаратып ақшаның астында қалу. Қазір ол дәуір өтті. Кім кәсіп ашам десе сол өлгені. Сен көрге мені қоса ала кетпе. Сенің артыңда үлкен қорғаның бар. Бір еріс болса, әйелің сені қиындықтан алып шығады. Ал менші, соқыр жармағым жоқ. Кім менің қарыздарымды қайтарады? Мен саған айтайын. Сол әйелдің менен жақсы болғаны арқама аяздай батады. Сондықтан мен бұл ойға келдім. Білдің бе? Мен әйелдің көлеңкесінде жасағым келмейді. Өзімнің кәсібім болса деймін. Оның үстіне, Данан, сен ойлаш. Қазір бізден кішкенелердің өзі бізге басшы болып кетті. Олардың сені басқаруын қалайсың ба? Кім разы ғой дейсің? Мен сенбеймін. Сенің біліміңді алып отырып, менің келбетім, тартымдылығым, тәжірибеміздің арқасында біз бәрін жеңіп шығамыз. Ұқтың ба? Бәрін. Ақша, қаржы, оны қайдан табасың? Көп ақша жоқ, бірақ азнаулақ табуға болады ғой. Бізде ақша аз. Ондай бір үлкен істің басын қайыра алмаймыз. Ұқтың ба? Сен мұны айтсаң, менде бір амал бар. Қандай амал? Қыздардың байпағынан біреу сатып алып, бәнкеге барайық. Кетші әрі. Бәнке? Өз алдына кәсіп ашу. Қатер көп пе? Жоға, қазір жұмыс табу өте қиын, әсіресе жоғарғы университеттің түлектері жұмыс таба алмай жүр. Сендердің ойлағандарың өте дұрыс. Көрдің бе? Мен айттым ғой. Сүйжін, сен айналысқан кәсіп өте көп. Сен бізге жол көрсетші. Ақылдасайық. Сендер қазір қалай ойлап отырсыңдар? Меніңше біз әйелдерді күту орнын ашсақ. Қалай? Әйелдер базар аралағанда еркектер демалатын орын. Шүңшиңде осындай бір орталық бар, саудасы өте жақсы. Өзің ойлаш, әйелдер базар аралағанда шаршағанын да білмей жүре береді. Ал еркектер шаршаса да айта алмай ана бұрыш мына бұрышқа барып отыра кетеді. Біз оларға жағдай жасап, торға шығуына, теледидар көруіне, су ішуіне көмектесек. Асықпа, ақырын айтшы. Тағы бір темекі шегетін орын ашсақ, сенше бұл қалай? Естір құлаққа жағымды жаңалық. Онда сен мынаны айтшы. Мұның кофеханада не айырмашылығы бар? Жер мен көкте айырмашылық. Бізде қызмет түрі басқа. Әйелдер қауымы үшін өз келбеті, өз іскер бір жігіт бастамашы ретінде қызмет көрсетсін. Осылай істесек өзгеше болмай ма? Бірақ оңтүстік пен солтүстіктің мәдениеттері бөлектеу ғой. Чоңчындық еркектер істеген сен істей алмайсың. Мынау сияқты. Сенше бұлар ондай жерге ақша жұмсай ма? Данан жаңа заманға сай жігіт қой. Басқа еркек
менің әйеліме серік болып, қалай менің ақшамды жұмсайды? Мен жынды емеспін. Өзің істегің келмейтін істі өзгеге істет. Шынымен де. Әй, той серіктігі қалай? Жауяң серіктестігінің жылдық кірісі 70 миллиард. Біріншіден, аз қаржымен бастауға болады. Жалпы жобасын ұйымдастырсақ болды. Екіншіден, тұрақты жұмыскерлерде отыратын жұмыс орнында керек емес. Мен Сүнчаң екеуміз ақ істей береміз. Тек қоғаммен байланысымыз күшті болса болды. Бір асаба жалдап сауданы күсет қылуға болады. Қалай қарайсың? Иә, сен айтқандай қаржы көп кетпейді екен. Кейде жұмыскерлер көп болса да, болмайтын жұмыстар бар. Қазір мейрамханаларда өзінің орны қызметкерлері болады. Сенің артықшылығың қандай? Сонымен қатар, сенде жұмыс орын болмаса, қонақтарды қалай таппақсың? Жұмыскерлерді уақытында жалдап алсақ та, қонақтарды қайдан табасың? Сүнчаң, Башар, қазір той үстінде әйелдердің айтқан есеп. Сүнчаң олардың тілін таба біледі. Ол сондай пысық. Онда екі нәтижесі бар. Бірі өзгелер оны қойып кетеді, екіншісі өзгенің шаңырағын шайқалтады. Екі нәтижеден де ақша табуға келмейді. Данан, бұл ойың мүлдем болмайды. Саған айтсам сенбейсің. Қарашы, былай болсын. Біз бір сұлулық салонын ашайық. Қазір қыздардан оңай ақша таба аламыз. Мәселен, жын-жыңды алсақ, терісін қорғау үшін бірнеше 10 мың ақша жұмсайды. Бірнеше 10 мың миллионердің әйелі? Башар, тек сенің бетіңе, денеңе бірдеңелер жағатта. Сұлулық аспабына қыздарды сосын алып шығып уқалайды. Болды, ақша қалтада. Мұның кірісі өте жоғары. Түсінемісің? Аспаптар өте қымбат емес пе? Сендер сатып ала аласыңдар ма? Тұрғын үй делдалы жұмысы қалай? Қазір үй бағасы аспандап шарықтап тұр. Айына бір-екеуін өткізсек те жаман емес. Саясат өзгеріп бітсе, біткенің сол. Менің ақылым оған әсте жолама. Менің бір сабақтасым режиссер. Қазір кино саласы дамыды. Сонымен ақылдасып көрейік. Мың өліп мың тірілетін жұмыс. Сен алып жүре алмайсың. Ғаламторлық магазин ашайық. Ешқандай қаржы құймайсың. Сатып алып, сатып Сенің отырасың. басыңа басқа ой келмей ме? Құрғақ қасық ауызжыртады. Үй жануарын жерлеу орталығын ашайық. Қазір адамдар жануарларды өз баласынан артық жақсы көреді. Бір тал жүнін қидыру үшін 700 қанша юан жұмсайды. Бұл өте оңай жұмыс. Адамдар жерлейтін жер таппай жатқанда жануарларды қойшы. Онда көкөніс егетін орын ашайық. Қала басшыларының бәрі өзінің бос уақытында қалаған көкөніс жеміс-жидектер егеді екен. Бұл саланың нәтижесі бар. Жерің бар ма? Ғаламтор орталығын ашайық. Қазір ғаламтор әлемі. Сенде құқық бар ма? Сүйжін, бұлай істесек қайтеді. Сен маған 1 миллиард қарыз алып бер. Үшеуміз қашайық. Бұл жерде дыбыс қабылдағыш бар. Сыртта күзетшілер де бар. Қалжың. Ойбай. Бұл не деген қиын болып кетті. Қарным да ашып кетті. Біз тамақтана отырып әңгімемізді жалғастырайық. Шаупаң дәмханасына кеттік. Екеуің бара беріңдер. Кеттік пе? 2 күннен кейін мені сапарға шығам. Соған дайындалайын. Барайық. 2 күннен кейін ол жерде өткермелейді екен. Өткермелеу? Не көріп отырсың сонша күлетіндей? Келіңіздер, ішке отырыңыздар. Қаридары шынымен жоқ екен. Шаупаң! О, келдіңдер ме? Жақсы болды. Не, дәмхананы өткермелейді деп, мені қимай жатырсыңдар ма? Сенің бұл дәмханаңды біз алайық деп келдік. Шынымен бе? Жақсы болды ғой. Асықпа, мен алдымен сұрайын. Жап-жақсы істеп тұрып, аяқ астынан неге өзгердің? Иә, бізге асықпай айтып берші. Жаныңда мектеп артында тұрған үйлер, харидарлар саған мәселе емес. Сонда не себеп болды? Кезінде мен ойынның соңында кеттім. Артымдағыларды жақсы басқара алмадым. Қол астыдағыларды дұрыс басқара білмесең бәрі бекер. Қол астыдағылар? Орын ғой бәрінен жақсы, бірақ бәсеке өте жоғары. Сендерге айтсам, Қарсыдағы Сыхуан дәмхана, бұрылыстағы Дунхи дәмханасы бәрінің саудасы күсет. Бәріміз тартса келе, менде амал қалмады. Не болды? Сендер жұмысты тастадыңдар ма? Дәмханамен айналыспақсыңдар ма? Асықпайық. Зерттеп көрейік. Иә. Жақсы, не жейсіздер? Бұрынғыдай. Жарайды. Тездет. Басқару ең басты мәселе екен. Ол айта береді, қайдағы ондай мәселесі. Мен 5 тиынға жарты кило көкөніс алып, 2 тақсы қуырдақ шығарам.
Екеуінен таза 29 юан 50 тиын пайда табам. Ондай оңай емес. Меніңше мұқият тексеріп шығайық. Сені сапарға кеткенде Дудуға мен келіп қарап Ойда жоқта неге бұлай ойладың? Бұл ойда жоқ емес, мен бұрыннан ойлап жүргем. Не болды? Сен маған сенбейсің бе? Жоқ, тек Дуду біраз тентектеу. Сен төзе алмай қалама деп тұрмын. Олай болмайды. Оның үстіне менде дайындық бар. Секімді ме? Тағы мынаны сатып алдым. Сен Дудудың асқазаны ауырып жүр демеп пе едің? Иә, ол үнемі осыны істетіп келеді. Мұның пайдасы жақсы. Кіндікке жапсырып қойбем дейді. Құрамында шөп-дәрі бар. Ішек асқазан жолдарын теңшей Сен біледі. қайтып келгенше Дудудың жүрегіндегі орында мен тартып алам. Олай болғанда жақсы болар еді. Бірақ менің әке-шешем алаңдап қалар ма екен? Түсінем. Қарағанда мен көп бодау беретін көрінемін. Мен сенімен бірге кірейін бе? Сенімдісің бе? Әрине. Сенің әке-шешеңнің мені қабылдау үшін бәріне тырысам. Шешем сені қатты жақсы көреді. Мәселе сенің әкеңде. Апа, Апай, сәлеметсіз бе? Шаншан, қалың қалай? Дудуды көргелі келді. Ұлым-ау, сен де бір Шаншанды ертіп келетінді неге алдын ала айтпадың? Шешең дұрыстап тамақ жасап қояр еді. Ұялатын несі бар? Бөтен адам емес. Менің қалыңдығым ғой. О, бөтен адам емес. Сендер отыра беріңдер, мен тамақ дайындайын. Жақсы. Қаншаға келдің? Ағай, мен 25-темін. Өте жас екенсің. Сен сүйжіннің қаншаға келген білесің бе? Әке, Білемін. Сен екеуіңнің жас айырмашылықтарыңнан қысылмайсың ба сонда, қалай өзі? Оны кәріге баламай, оның үстіне біз екеуміз бірге болсақ көңілді боламыз. Сендер жастар тек көңілді болуды ойлайсыңдар. Басқа жұмыстар қызықтырмайды. Сен бала бағудың қаншалықты ауыр, азапты екенін білесің бе? Оның үстіне сен де әлі кішкене баласың. Иә, мен де жас баламын. Бірақ меніңше бала мен бала бірге болғанда тез тіл табысады. Иә, мен бала бағудың азапты әлі ауыр екенін білем, бірақ мен оларды үйренуге дайынмын. Бұл үлкен мәселе емес сияқты. әке, бұл апта Шаншан сендерге көмектесіп Дудуға қарайласады. Керек емес. Шешең екеуміз жетісе аламыз. Құдайым-ай, бақа сесе көлге септеген. Шаншан бізге көмектесе, біз екеуміз гүл базарына барып сенің ең ұнататын гүлдеріңді сатып аламыз. Мұна гүлдерде жетеді. Құдайым-ай, онда ағашын аламыз. Апай, ағай, сіздер Дудуды маған тапсырып, алаңсыз бара беріңдер. Дудуды саған тапсырсақ, апайың қам-қайғысыз болар еді. Кел, отыр. Неге күлесің? Сен қалай мені әке-шешеңе таныстыру ойыңа келді? Не, қаламайсың ба? Олай емес. Тек менде ешқандай идеялық дайындық болмады. Білесің бе, әкем мені әлі толық қабылдамады. Сен әдейі ол кісінің қитығына тидің. Әкем екеуміздің қарым-қатынасымыз жақсы емес. Болмаса да бұлай қитығына тимеймін. Сен басқаша ойлап кетпе, міне. Бұл қайдан келді? Саған тарту. Сен неге мені кішкене баламен тең көресің? Сен жаңа әкемнің алдында өзің баламын дедің ғой. Қарап қарным ашып кетті ғой. Бақсам асхана ашқанның пайдасы бар сияқты. Сунчан!
әйелің көзіңе шөп салған ба? жоғалшы. Бүгін осы маңайдағы асханалардың жағдайын бақылаймыз. Құдайым-ау, мұның қажеті бар ма? Әрине бар. Чаупаң айтты ғой, бәсеке өте күшті болғанда қалай істеу керектігін білмейсің бе? Сонда сен қалай тексересің? Кесте бар. Аты жөні, жынысы, туған жер, ескерту. Бұл сонда не ойын? Бұл нақты базар тексеру кестесі. Сен нені түсінесің? Бер жүр, мен сені ертіп апарайын. Әй, Данан, мына жыныс туралы ғой білуге болады. Ал қалғанын қалай білеміз? Жас жағынан 5-10 жас ештеңе етпейді. Ал кәсібіне келсек, үстіндегі киіміне қарау керек. Ескертуші? Сыртқа шыққан адамдардың қай тамақ жақсы, қай тамақ нашар, қанша ақша, қайсы арзан, қайсы қымбат, сол сөйлескеніне қарайсың. Ағасы, бүгін сен мына киіммен банктың алдында тұрған болсаң, әлдеқашан тұтқындалар едің. Бұл жасырын киініс, сен нені білесің? Бар, жұмысыңды істе, бар. Құдайым-ау. Он 11:30-нан 1-ге дейінгі 2 сағат тамақтанудың мезгілі. Мен қазір 18 жұпты жазып алдым. 42 қонақ. Адам басына 50-ден есептесек, жалпы 5200. Бірақ мұның ішінде 30 қаншасы оқушылар. Жартысын алып тастағанда 4300 юань. Мұның ішінде 2 қыз тамақты өте майлы екен десе, үшеуі сычуандық қормашқа риза болмады. Сен жақтың жағдай қалай? 2 бой жеткен тамақтар өте қарапайым екен деді, артынан олар кетіп қалды. Мен оларға сосын ілестім. Бар болған сол. Олар не айтты? Аяқ ұзын қарындасымыз жақында ғана жігітімен айырылысқан айтты. Көңіл күйі жақсы емес екен. Жүр, екеуміз Дуңби асханасын тексеріп көрейік. Ағасы, жетер енді. Таптамаша бір күнімді босқа кетірдің. Данан, бұлардың ешқандай қажеті жоқ. Болды. Қойшы, өтінем. Қазір 3 нәрсе ең қымбат. Үй бағасы, ет пен көкөністің бағасы, жұмысшының бағасы. Асхана кәсібі бәрін қамтиды. Қатты мұқият болмасаң болмайды. Қазір ненің бағасы көтерілмеді ғой дейсің. Саған айтайын, мұның бәрін тікелей Чаупаңнан сұрасаң болды емес пе? Чаупаң зиян тартқан соң дәмхананы сатпақшы. Егер бізде зиян тартсақ, сен уайымдамайсың ба? Әрине уайымдаймын. Жың маған ақша бермейді. Қане, маған айт. Нені? Мұнша көп жейтін нәрсе әкелмесем де, ұлым неге көңілсіз? Не боп қалды? Әкең айт. Ақылдаса шешейік. Сабақтастар арасындағы қатынас өте күрделі. Не боп қалды? Ачи жаңа май қаламдар алыпты. Сол қаламдармен әсем өнер сабағына маған сурет сызуды үйретуін сұрады. Сонымен мен онымен бірге отырдым, бірақ Зау Шаузы да келіп алды. Бұлай де, онда сенің класстарыңда беделің жоғары екен ғой. Әрине, өйткені мен суретті жақсы сызам. Бүгін сабақтан соң олар менен кімге сурет сызуды үйрететінін сұрады. Бұлай де. Қарағанда менің ұлым мықты екен ғой. Кезіндегі әкең сияқты. Сен айтшы, мен кімге үйреткенім дұрыс? Жоқ әлде бәріне үйретпей қояйын ба? Айтшы. Олай болмайды. Олай істеме, білдің бе? Көмектеспеуге болмайды. Кішкене бала болған қандай қиын. Сен сыныпта кімді жақсы көресің? Кіммен бірге сурет салғың келеді? Соны айтшы. Балам, кіммен бірге? Мен Чуай-Чуаймен бірге сурет салғым келеді. Чуай-Чуай? Ол біздің сыныпқа жаңадан келген оқушы. Онда сен әрине жаңа келген оқушыға көмектесуің керек. Ол біздің сыныпқа жаңадан келді. Әлі сөйлесіп араласа қоймадық. Мен де білмеймін оның не қалайтынын, не қаламайтынын. Оның үстіне басқалар менің Шуай-Шуаймен дос болуым қаламайды. Мұндай тағы бар де. Олым, жарайсың. Бұл жерлерің маған тартқан екен. Олым, былай болсын. Келесі жолы сурет сызғанда 4-ің бірге отырып сызыңдар. Сонда бәрің достасып кетесіңдер. Бұл да жөн екен. Әке, тағы бір 3-ші айдың 26-сы Шуай-Шуайдың туған күні. Мен оның туған күніне сыйлық ұсынғым келеді.
Сен оған 3 айдың 26-сы?说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是2个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停留。